Сәлеметсіңдер ме балалар? 62-ші сабақ. Балалар, арнамызға тіркелуді ұмытпаймыз. Бүгінгі сабақта балалар тонна, грамм дегенді өтетін боламыз. Сендер массаның өлшем бірлігін білетін боласыңдар. Бірінші есепте Астанадағы бәйтеректің биіктігі 97 метр, ал басындағы шарымен қоса есептегенде 105 метр. Шардың диаметрі 122 метр, массасы 300 тонна. Ғимаратты салу барысында 999 тоннаға жуық металл құрастырылымы қолданған. Жаңа танысқан масса өлшем бірлігін жаз дейді. Массаның өлшем бірліктері 1 грамм, 1 килограмм, 1 центнер, 1 тонна. Мына жерде ережелері берілген. Тонна дегеніміз бізде қысқартылған түрде Т деп беріледі. Центнеріміз Ц деп беріледі. Килограмм деген КГ деп жазылады. Грамм дегеніміз Г деп жазылады. Яғни біз күнделікті сабақ барысында олардың бәрін қысқартылған түрінде қолданамыз. 1 тонна тең болады 1 центнер, 10 центнерге 1 тонна тең болады 1000 килограммға. 1 тонна тең болады 10 центнерге, 10 центнеріміз 1000 килограмм болады. 1000 килограммымыз миллион грамм болады екен. 1 центнеріміз 100 килограммға тең, 1 килограммымыз 1000 граммға тең. Сонда 1 центнеріміз 100 килограммға, 100 килограммымыз 100 килограммға, 100 килограммымыз 100 000 граммға тең болады екен. Бізде 300 тонна, 99 тонна жаңа бірінші мәтіндегі өлшем бірліктерін, массаның өлшем бірліктерін теріп жазып жатырмыз. Екінші есепте өсу ретімен орналастыр дейді. 20 килограмм, 2 центнер, 2 тонна, 200 грамм, 8 килограмм, 800 грамм. Килограмм. Енді өсу ретімен орналастырсын. Грамм бізде ең төменгі өлшемі. 200 грамм, одан кейін килограмм, 8 килограмм, 20 килограмм, центнер, 800 килограмм және 2 тонна. 200 центнеріміз бұл жерде 200 килограмм болып есептеледі. Әсінде көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. 2 тоннамыз біздің 2000 килограмм, 1 тоннада 1000 килограмм бар, 5 килограммыз 500 грамм, 700 граммымыз, 7000 граммымыз 7 килограмм, 6000 килограммымыз 6 тонна болады екен. Үшінші есепте бос орынды толтыр дейді. 93 грамм қосу белгісіз, грамм тең болады 1 килограмм. Яғни 93-ге 97 граммды қосып 1 килограмм болады екен. 9 центнерге 1 центнерді қосып 1 тонна болады екен. 5 центнер 5 килограммға 495 килограмм қосып 1 тонна болады екен. 8 сантиметрге 2 сантиметрді қосып 1 дециметр болады екен. 6 сантиметрге 400 миллиметрді қосып 1 дециметр болады екен. 9 дециметрге 10 сантиметр қосып 1 миллиметр болады екен. Бізде жауаптары дайын тұр, соған сай бос орындарды толықтырдық. Төртінші есепте 1 килограмм азайту 650 грамм. 650 біз 1 килограммды граммға айналдырып аламыз, ол 1000 грамм болады. Яғни 1000-нан 650-ді алсақ 350 грамм. 6 центнер 8 килограммымыз азайтамыз 48 килограмм. 6 центнер 8 килограммымыз 608 килограмм. Ендеше жауабы 560 килограмм болады. 568 грамм қосу 432 грамм. Тең болады 1000 грамм, ал килограммға айналдырсақ 1 килограмм болады. 1 тонна азайту 695 килограмм. 1 тоннамыз 1000 килограмм. 1000 килограммнан 695-ті азайтсақ 305 килограмм. 85 мм қосу 12 см тең болады
205 миллиметр. 19 сантиметрмеш 190 миллиметр. Оған 15 миллиметрді қоссақ 205 миллиметр. Есепті шығар дейді. Астана қаласындағы тәуелсіз алаңда мерекеге арналған шатыр құрылды. Металл құрылғының массасы 5 центнер 55 килограмм, ал оның жабындысы 110 килограммға жеңіл. Шатырдың барлық массасы қандай дейді. Құрылғының массасы 5 центнер 55 килограмм, жабынды бізде белгісіз 110 килограммға жеңіл. Бізде барлық массасын сұрап тұр. 5 центнер 55 килограммды килограммға айналдырып аламыз. 555 килограмм. 555-тен 110 аламыз. 445 килограмм жабынды. 555 пен 445-ті қосатын болсақ 1000 килограмм. 1000 килограммыз 1 тонна. Яғни барлық массасы 1 тонна. Жауабы шатырдың барлық массасы 1 тоннаға тең болады екен. Алтыншы есеп 9 граммның 3-тен 1 бөлігі. Ол тең болады 3 граммға. 9-ды біз 3-ке бөлу арқылы табамыз. 3 тоннаның 3-тен 1 бөлігі 1 тонна. 3 пен 3-ті бөлеміз 1. 18 тоннаның 3-тен 1 бөлігі 6 тонна. 6-ны 3-ке бөлеміз бөліміне, сонда 6 қалады. 300 килограммның 3-тен 1 бөлігі 10 килограмм. 30 пен 3-ті бөлетін болсақ 10 шығады. 7-ші есепте өрнектерді жазып, олардың мәнін тап дейді. 498 пен 120 сандарының айырмасына 316-ны қос дейді. Жақшашамыз 498 пен 120-ны айырмасын жазамыз, оған 316-ны қосамыз, 694. Келесі есебіміз 548 пен 89-ның қосындысынан 427-ні азайт дейді. Жақшашын аламыз, 548 пен 89-ның қосындысын, одан 427-ні азайтсақ 210. Жақшашамыз 700 пен 324 пен айырмасынан қосамыз 236 мен 29-ның қосындысын. Болады бізде 641. 800 санынан 859 пен 210 сандарының айырмасын азайтты. Біз 859 пен 214-ті азайтып аламыз, 155. Әсінде дүкеннен 490 грамм қант сатып алынды. Оның 120 граммы көрші сұрап алды. Қалған қант тортқа жетпегендіктен тағы да 316 грамм қант алынды. Тортқа барлығы қанша грамм қант қосылды деген бізде өрнектердің бірімен есеп құрастыр деген, оны шығаруды досыңа ұсын деген есеп құрастырды. Енді осыны досыңа ұсынып көр. Теңдеуді шеш. Бізде 4 теңдеу берілген. А азайту 86 тең 351 қосу 319. А азайту 86 тең 321 мен 319-ды қоссақ 640. Бізде қарапайым теңдеуге айналды. Күрделі теңдеуіміз жай теңдеуге айналды. А тең 640 пен 86-ның қосындысы 726. 726 мен 86-ның айырмасы бізде 640. 321 мен 319-ның қосындысы 640. 696 азайту x тең 114 пен 126-ның қосындысы. Күрделі теңдеуді қарапайым жай теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін 114 пен 126-ны қосамыз, 240. 696 мен азайту x тең 240. 696 мен 240-ның айырмасы 456. 696 мен 456-ның айырмасы 240. 114 пен 126-ның қосындысы 240. Үшінші теңдеуіміз x қосу 150 тең болады 800 пен 440-ның айырмасы. 800 пен 440-ның айырмасы 360. 360 пен 150-дің айырмасы 210. 210 мен 150-дің қосындысы 360. 800 пен 440-ның айырмасы 360. Келесі біздің соңғы есебіміз 560 пен қосу. 560 қосу v тең 980 азайту 140. 560 қосу v тең 840.
840 пен 560-ның айырмасы 280. 560 қосу 280 тең болады 840. 980 мен 140-ның айырмасы 840. Бекзат биіктікке секірді. Оның нәтижесінде өзінің бойынан 34 миллиметрге кем және қарындасының бойынан 100 метр артық болды. Егер оның қарындасының бойы 1 метр 5 сантиметр болса, бекзаттың бойының ұзындығы қанша дейді. Қарындасының бойы 1 метр 5 сантиметр. Секірді белгісіз 100 миллиметр артық қарындасының бойынан. Бекзаттың бойы белгісіз 34 340 миллиметрге кем дейді. 1 метр 5 сантиметріміз 105 сантиметр болады. 100 миллиметр тең болады 10 сантиметр, 340 миллиметріміз тең болады 34 сантиметр. Біз барлығын сантиметрге айналдырып алдық. 105 пен 100 миллиметрдің қосындысы тең болады 105 пен 10 сантиметр. Тең екеуін қоссақ 115 сантиметр болады. Енді 115-ге 34 қосатын болсақ 149 сантиметр. 1 метр 49 сантиметр. Сонда бекзаттың бойының ұзындығы 1 метр 49 сантиметр болған екен. Балалар, біздің осымен сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп қойыңдар, лайк басыңдар, қоңыраушаны басып қойыңдар.